Оны отқа өртеді, өзендерге ағызды, қабірлерге көмді. Бұл ғана емес, Құранды жүрегінде, ділінде жаттап алған, немесе өмірін осы илахи кітапқа амал қылып өткізуді қалаған миллиондаған адамдарды түрмелерге қамап, қырып, жоғалтып жіберді. Армысыздар қазақ елі. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Құран кітабы жайлы болмақ. Каналыма тіркелмеген кісілер болса тіркеліп, төменге пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Видеом ұнаған болса, достарыңызға, таныстарыңызға жіберіңіздер. Ол каналдың ары қарай дамуына септігін тигізеді. Ең бастысы, Құран кәрімді қолына ұстап, оқуға ниет қылмай жүрген кейбір мұсылман бауырларымыздың ұлы Аллах тағаланың сөзі Құран кәрімді оқып танып білуіне септігін тигізері сөзсіз. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Ассаламу алейкум, қадірменді оқырман. Әуелі барлық әлемдерді Құран нұрымен нұрлы қылған ұлы Раббымыз Аллах тағалаға сансыз алғыс мақтауларымыз болсын. Ал заттың сүйікті пендесіне және пайғамбары болған Әзіреті Мұхаммедке дуа сәлемдеріміз болсын. Міне 1400 жылдан астам уақыттан бері адамзат әлемін бір ұлы кітап нұрлы қылып жарқыратып келеді. Ол Аллах тағаланың өз пайғамбары Мұхаммед алейхиссәлемге ол кісі арқылы барлық адамдарға түсірген қасиетті Құраны. Аллах тағала бүкіл әлемді жаратып, сосын ол әлемге иелік қылсын, басқарсын деп адамзатты дүниеге келтірген соң, оған және оның ұрпақтарына жер жүзінде нағыз адам болып жасап өтулері үшін илахи қолданба қылып, өзінің көрсетпелерін, кітаптарын жіберіп тұрды. Сол илахи кітаптардың ең соңғысы және сонау қияметке дейін жоғалмай бұзылмай тұрғаны және тұратыны Құрани кәрім болып есептеледі. Бұл қасиетті кітаптың адамзат ғұмырындағы мәртебесін адам денесіндегі жанға ұқсатсақ, ешбір қате кетірмеген боламыз. Өйткені адамның басқа жанзаттардан айырмасы, басқаша айтқанда, адамды айуаннан ажыратып тұрған нәрсе оның діні иманы болса, сол діннің діңгегі негізі Құран екендігі шексіз. Құран біздің мұсылмандардың қасиетті кітабы болудан тыс, теңдессіз, ұқсасы жоқ бір илахи керемет сөз де болып, жалғыз мұсылмандар емес, басқа діндердің өкілдері де оған өзгеше сый-құрмет көрсетеді. Оның сырттай қарапайым көрінген аяттарындағы сөздеріндегі өте терең мағына, бір аяттың өзіндегі тірлік дүниесі ақыретпен, жер тұрмысы аспанмен жанаса келтірілгені, ол түгілі Құран мәнісінен бейхабар адамда оның өзгеше жағымды және өте әсерлі үнін ұққан кезде, өзі сезбеген жағдайда рахаттанып, демін ішіне тартып, құлақ түріп қалуы, ол түгіл тұла бойымен беріліп тыңдауы, бұлардың барлығы осы ұлы кітап қарапайым адамның емес, керісінше жаратқан Аллахтың сөзі екендігіне ашық айқын дәлел. Міне 14 ғасыр болады бұл кітап мұсылмандарға илахи жолданба болып және басқа барлық адамдарды да өзіне тартып, таң қалдырып келеді. Құран Аллах тағала тарапынан пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссәлемге түсіріле бастаған уақыттың өзінде бұған таң қалу басталған. Белгілі болғанындай, сол мезгілде арабтарда әдебиет өте ерте дамып, ақындардың арасында әрдайым әдеби бәсекелер өткізіліп тұрған. Сондай сынақтарда жеңіске жеткен ең күшті шығармаларды сыйлық қатары оларды Қағбаның дуалына іліп қоятын. Ел ол шығармаларды оқып, оларды жазған ақындарға алғыстарын айтатын. Сонда пайғамбарымыздың сахабаларының бірі 70-ке жеткен шығармалардың қатарында Құрандағы ең қысқа сүре Кәусар сүресін іліп қойғанда, бұл сүрені оқып көрген ең күшті ақындар бір ауыздан бұл сөз адамның сөзі емес деп таңғалған. Бұл оқиға Құран Аллах тағаланың сөзі екендігіне ашық айқын бір дәлел болса, енді Құранның басқа илахи кітаптардан айырмасы және де анық. Құраннан ілгері түсірілген Тәурат, Інжіл сияқты илахи кітаптардың біреуінің де түпнұсқасы қалмаған, керісінше олардың барлығы түрлі тілдердегі аудармалардан оқылары мәлім. Ал енді Құран болса, дүниенің көп тілдеріне аударылғанына қарамастан, оның асыл нұсқасы бір таңбасы да бұзылмаған жағдайда
қолымызда тұр. Бұған не себеп болды екен? Біз бұл сұрауымызға Құранның өзінен анық жауап табамыз. Аллаһ тағала былай дейді: әлбетте бұл ескертпені, яғни Құранды біз өзіміз түсірдік және шек күмәнсіз өзіміз сақтаушымыз. Хижр сүресі 9 аят. Түсінік: осы қасиетті аят ғасырлар бойы осы Құранның илахи кітап екендігін қайта-қайта бекемдеп анықтап келуде. Бізге дейінгі өткен ұзақ уақытты былай қояйық, 20 ғасырдың өзінде бұл қасиетті әзіз кітапты жоқ қылу үшін қанша әрекеттер болды. Оны отқа өртеді, өзендерге ағызды, қабірлерге көмді. Бұл ғана емес, Құранды жүрегінде, ділінде жаттап алған немесе өмірін осы илахи кітапқа амал қылып өткізуді қалаған миллиондаған адамдарды түрмелерге қамап, қырып жоғалтып жіберді. Кейін басқа миллиондардың қолдарында, тілдерінде және ділдерінде бірер таңбасы да бұзылмаған осы қасиетті әзіз кітап қайта пайда болды. Шек күмәнсіз өзіміз оны сақтаушымыз деген илахи сөздер өзінің нағыз шын екенін көрсетті. Ислам тәлімі бойынша Құран илахи кітаптардың соңғысы. Сондықтан міне осы аятта оны сонау қияметке шейін жоғалтпай, бұзбай сақтауды Аллаһ тағала өз мойнына алған. Сол себептен басқа бұрынғы үмбеттерге түсірілген илахи кітаптарға өзгерістер кіргізіліп, бұзылған ахуалда, мәселен, Інжілдің 70-тен артық аудармалары бар. Бәрі бір-біріне қарама-қайшы, бірақ түп нұсқасы еш жерде табылмайды. Құран міне 14 ғасырдан бері пайғамбар алейхиссаламге қандай түсірілген болса, жоқ қылуға болған әрекеттерден, бәле апаттардан аман қалып, тура сондай қалыпта өзгерместен сақталып келуде. Мен Құранды оқып, оның мәнісін түсіне бастағаннан бері діліме осы қасиетті кітапты аударып, Түркістан елдеріне жеткізу ойы түскен еді. Өйткені Аллаһ тағаланың сөзі болған Құрани кәрім, ол зат тарапынан жалғыз араб ұлтына емес, керісінше әлемдегі барлық ұлттарға түсірілген хидаят тура жол. Демек, Құран мәнісін араб ұлтынан болмаған қоғамдар ішіндегі мұсылмандар да оқып түсініп, оған амал қылмағы ләзім. Бұл үшін Құран тілі болған араб тілін өзге тілде сөйлеуші елдерге үйретуден гөрі Құран мәнісін осы елдердің тілдеріне аудару тура әрі жеңіл болады. Осы себептен болса керек, пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам заманынан бастап Құран мәнісі басқа тілдерге аударыла бастаған. Мәселен, Әл-Мабсут кітабында ұлы сахаба Салман Парсы, Аллаһ ол кісіден разы болсын, Фатиха сүресін парсы тіліне аударып, парсы мемлекетіне жібергені және бұл істен хабардар болған Әзіреті пайғамбар алейхиссалам бұған қарсылық көрсетпегені айтылады. Хидая кітабы 84 бет. Ахли сүннет нал жамағат суннилар ағымындағы танылған 4 мазғаптың ең үлкені болған Ханафия мазғабы ағымының негізін қалаушысы Әбу Ханифа имам ағзам, Аллаһ ол кісіге рахым қылсын, былай дейді: араб тілін жақсы білмей тұрған адам намазда Құран мәнісін өзі білген парсы және басқа тілдерде оқыса болады. Өйткені Аллаһ тағала айтады: әлбетте ол Құран және ол жөніндегі хабарлар еткендердің кітаптарында да бар. Шұғыра сүресі 196 аят. Белгілі болғанындай, өткен пайғамбарларға жіберілген кітаптар араб тілінде емес еді. Хидая кітабы 83-84 беттер. Жоғарыда келтірілген дәлелдерден байқалғандай, Құрани кәрімді араб тілінен басқа тілдерге аудару және араб емес тілдерді де Аллаһ тағаланың сөзінің мәнісінен хабардар қылу ислам шариғаты тарапынан бұйырылған істерден болып табылады. Сондықтан мен Құран мәнісін өз елдерімізге аударып жеткізу ниетінде оны жақсы білу үшін араб тілінде жазылған 100 тәпсір Құранның мағынасын өте терең түсіндіре тұрған ғылым кітаптарын оқып шықтым. Бұл бейнеттерімнің нәтижесінде Аллаһ тағаланың мейірімі және рахымымен маған 1990 жылдары алғашқы жолы Құрани кәрімді араб тілінен қазіргі өзбек тіліне аударып және оған түсініктемелер жазуды нәсіп қылды. Сонда орталық Азия мұсылмандарының діни басқармасының ұсынысымен 23 ай ішінде бұл ұлы кітапты аударып біттім. Ол аударма діни басқарма жетекшілері, мүфти және оның орынбасарлары, сонымен бірге Өзбекстанның алдыңғы тіл, әдебиет және тарих ғылымдарының тұрған сыншылар тарапынан
қайта-қайта талқыланып, өте жақсы баға алды да бірде-бір сөзіне өзгерту кіргізілместен толығымен қабыл алынып баспаға тапсырылды. Сосын бұл аударма 1992-93 жылдарда Ташкенттегі Шолпан Ғафур Гулям атындағы ең үлкен екі баспадан бірнеше рет барлығы 1 миллион нұсқада басылып шықты. Онан соң қасиетті Құранның бұл аудармасы бірнеше халықаралық конкурс сынақта жеңіп шығып, өзбек тілін білгендердің Құран мәнісінен хабардар болуына себеп болды және аудармашы қатары мені де мұсылман еліне танытты. Қадірлі оқырман, бұл ұлы кітапта мәселе адамдар және өмір сүрген әлеміміз жөнінде ғана емес, сонымен бірге барлық жанды мақұлықтар, жансыз денелер, 7 қабат аспан және ақырет жұрты пейіш пен тозақ туралы да болады. Өйткені бұл кітаптың иесі жер мен аспанды, дүние мен ақыретті өз қолына ұстап тұрған ұлы Аллах. Сондықтан бұл илахи кітап бір жағынан оқырманға басқа еш жерден ала алмайтын өте зор, кең білімді береді. Екінші жағы, оны оқу және тура түсіну оңай емес. Сондықтан өте үлкен дайындықты, білімді талап қылады. Демек, Құранды түсінуді қалаған әрбір кісі оны бір әдеби шығарма деген оймен емес, керісінше бұл Аллах тағаланың сөзі деген сеніммен оқыса, әрбір аяттың үстінде қайта-қайта ойланып отырса, иншаллах, ол бұл қасиетті кітапты оқып зор білімге және жанына рахат және сабыр беретін иманға ие болады. Ұлы кітапты аударғанда 3 түрлі түсінік берілді. Алғашында әрбір сүренің алдында ол сүренің мәнісі қысқаша түсіндірілді. Сосын аяттар аудармасы, арасына жақша ішінде қысқаша түсініктер берілді. Онан кейін түсінілуі өте қиын аяттарға түсініктер берілді. Аят аудармасы мен түсініктер арасындағы айырмалар анық болсын деп 3 түрлі таңбалар қолданылды. Сүре алдындағы және жақша ішіндегі түсініктер қарапайым әріптермен, аят аудармасы жуан әріптермен, аяттардан кейінгі түсініктер өзгеше курсин әріптерімен берілді. Қадірлі оқырмандар, қазақ тіліне аударылған қасиетті Құран міне сіздердің қолдарыңызға тиді. Бұл ұлы кітапты ынтаменен оқысақ, ол 14 ғасыр бұрын емес, қазір түсірілгендей, әрбір сөзінің бұл тіршілігімізде нағыз адам болып өмір сүруімізге керекті сөз екенін байқаймыз. Өйткені бұл сөз барлық әлемдердің иесі, ұлы Аллах тағаланың ешқашан өлмей тұрған мәңгілік сөзі. Сіздерге осы қасиетті кітап мүбәрак болсын. Алауиддин Мансур. Қадірлі оқырмандар, өздеріңіз біліп отырғандай және білетіндей, Құран кітабы ұлы Аллах тағаланың ешқашан өлмей тұрған мәңгілік сөзі. Сол себепті оны болашақ ұрпақтарымызға, балаларымызға, немерелерімізге жеткізе түсіндіргеніміз абзал деп білемін. Сіздермен бірге болған Сізге керек арнасы келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық.